Tаңғы асқа шай, огурцы, помидор турадым, жұмыртқа қайнаттым, қолдың қаймағы менен, колбаса менен. Қазір бұйырса шай ішеміз. Папасын күтіп отырмын, папасы малға жем беріп келе жатыр. Сәлем, қалайсыңдар, масындар ма? Әмирүктің әжесінің каналына қош келдіңіздер. Қайырлы күн. Біз папасы екеуміз қазір етке барамыз. Одан бұрын почтаға барып заказымыз келіп тұр. Заказ алуым керек почтадан. Сосын етке барамыз. Үйде ет біткен екен. Уже сағат кешкі 5:30 болып жатыр. Бүгін мен кеше айтқанымдай, мына апамның көрпешелерін тігіп жатырмын. Жайратып отырмын. Мана свет өшіп қалды. Жаңа тігейін деп жатқанда пішіп болдым. Тігейін деп жатқанда свет өшіп қалды. Машинкамен мына жерде тігіп бастаймын. Өшіп қалды. Кешкі асқа бізге сорпа. Келін нан салып жатыр Әсия. Әмитөк, сен не қабаттас жүрсің? Сіздер не жеймін дедіңдер? Бірдеңе жеймін дедіңдер бұжға. Паста дейді. Ол қандай тамақ екенін білмеймін. Әйтеуір балдар паста жейді екен, біз сорпа ішеміз. 8 көрпеше шықтым мынау. 8-ін тігуім керек енді. Сыртын тігіп беріп жіберем, сосын өзі мақтасын, бөжін бәрін дайындап қойған. Сыртын тігіп бер деп өтініш жасап еді, соған тігіп беріп жіберіп жатырмын енді. Алдында барғанымызда санитарный ден еді базар. Бүгін обедке дейін барып келдік соған сосын. Солай обедке дейін ештеңе түсіргенім жоқ, тек соған барып келіп, тек сразу бастап кетіп едім ғой. Алып келіп, одан енді тігейін десем, сосын свет жоқ, жаңа жанды светте. Сосын кішкене мен свет өшіп қалғасын, кішкене жатайын деп ұйықтаппын. 2 сағат ұйықтап алдым. Кеше обедтен соғымыз, кешке ана үйдің мына жағын тазалап, шөптерінің бәрін жұлып, дайындап қойдым. Қазір көрсетейін алдында деген ана жүзімдерін де шалып тастадым. Керегіміз құрсыншы. Мына күн әлі қайнап тұр бізде. Мына темір ұстатпайды, мына темірлер. Міне, мына шапқан жүзімдерім. Кеше-кешке мына жағын бәрін тазалап, жинап түнде. Мына бір түйір шабдалы алдында қурап қалып еді, ешкілер жеп-жеп. Мына түбінен тағы шыққан ғой. Сол үшін мынаны бір бұтағын қалдырдым да айналасына бәрін шауып қиып тастадым. Кешке істедім, мұның бәрі түн болып кетті кеше. Қараңғы түсіп кетті. Енді мынаны балам машинамен мусорға апарып тастаймын деп қойды. Күн салқындасын деп отыр енді. Ыстықта ешкім ешқайда шыққысы келмейді ғой қалаға. Әлі қайнап тұр күн бізде. Көрпешелерімізді көрсетейін деп жатырмын. Міне. Осы матадан алып, міне. Алдында занавескасын тігіп бердім. Осындай светтен. Енді соған пап свет көрпешесін алып тігіп берейін деп жатыр едім. Мына астын былай қылдым. Астын мынандай екі жағынан 5 см, 5 см былай ішке қайырып мынандай алып тіктім.
бәрін. Мақтасын салуға дайын қылып беріп жіберемін қазір. 90 қылып алдым да 5-5 сантиметрден қайырдым. Сонда 80 сантиметр болды мынау ені. 80 болды. Мақтасын салуға дайын. Мына жағын, бір жағын былай тігіп қойдым. Екі шетін мақтасын сала беретін қылып дайын қылып. Екі шетін тіктім. Мына жағын тіктім, міне осы. Сосын бұл жерден мақтасын салып, мынаны былай ішке қарай кішкене қайырып тігіп тастайды. Негізі замок салуға да болатын еді, сол кеше мен замок алып келуді ұмытып кетпін. Ештеңе етпес, енді мына жерін инемен, қолмен былай тігіп қоя қойды. Осы тіккенім кешегі обедтен соңғы жұмысым осы болды. Кешке обедтен соң емес, обедтен кейін тоқ болмай қалды ғой, сосын тіге алмадым. Қазір сосын кешке түн болса да отырып тіктім. Қазір осы енді Ақтауға беріп жіберуім керек. Оның бұйырса жақында құдалығы болады, сол құдалығына дейін дайындап қояйын деп жатырмын. Иә, бар ма? Иә, аламын. Иә, ана жерге отырамын. Сол. Әдемі, иә? Матасы әдемі. Светті әдемі. Алдында келін алатын кезінде занавескаларын тігіп беріп едім. Холлның занавескасы, спальнынікі, залныкі бәрін тігіп беріп едім. Енді көрпешесінде тігіп беріп жатырмын. Қазір пакетке салып дайындап қоямын.